балапаным қозғалып жатыр. Сәлем, мен есімім Айдана, менің каналыма қош келдіңіз. Бұл мен ютубтағы алғашқы видео. Көптен бері ойландым, алғашқы видеомды қандай тақырыпқа арнасам екен деп. Және қазіргі ерекше жағдайымды пайдаланып, сіздерге пайдалы видео түсіруді жөн көрдім. Бүгінгі видеода біз менің осы жүктілік барысында оқыған кітаптарым жайлы айтатын боламыз. Мен қазір 36 акушерлік жүктілік аптасындамын. Және осы уақытқа дейін қандай кітаптар оқыдым, сіздермен кішігірім бөлісіп кетсем деймін. Мен жалпы жүктілікке үлкен жауапкершілікпен қараймын. Оған алдын ала дайындалу керектігін мойындаймын. Физикалық тұрғыда болсын, менталды тұрғыда болсын. Физикалық тұрғыда, яғни ол денсаулығымызды ретке келтіріп, себебі баланың денсаулығы ол ең бірінші жаңағы ананың денсаулығына тікелей байланысты екенін сезінуіміз қажет деп санаймын. Ал менталды тұрғыда дайындық дегеніміз ол әйелдің жалпы жүктілік кезеңінде болатын өзгерістерді білуі, барынша білім алуы болып табылады. Сол себепті мен біраз кітаптар оқып, өзімді дамытуға шешім қабылдадым. Ал ендеше көпке созбай бастайық. Ең алғашқы кітап ол Татьяна Абдуллаева деген психологтың 9 месяцев вместе деген кітабы. Шынымды айтсам, бұл кітапты мен өте кездейсоқ сатып алдым және оқыдым. Себебі бұл жүктілікті енді жоспарлап, Алладан сұрап жүрген кезде Марвиннен алған кітабым болады. Кітап үлкен анықтама кітап деп айтсам болады. Себебі бұл жерде жүктілікті жоспарлау кезеңінен бастап жүктіліктің әр аптасы, ананың бойында болатын өзгерістер, сондай-ақ ұрық, жаңағы баланың бойында болатын өзгерістердің барлығын өте жақсы сипаттап береді. Бастама ретінде жақсы түсінік беретін кітап деп есептеймін. Келесі кітап бізде Ольга Белогонь «Я беременна, что делать» деген. Жалпы бұл кітап дәл сондай анықтама десе болады, бірақ медициналық тілмен сондай-ақ түсінікті түрде жазылған. Бұл жерде аса көңіл бөлінетін тақырыптар ол гинекологиялық жақтан, қалай ана дайындалу керек, қандай аурулар бар, барлық сұрақтарға жауап табуға болады деп ойлаймын. Көбінесе жүктілікті жоспарлау кезінде гормондар өте үлкен рөл атқарады. Сол гормондар жайында жүктілік кезінде токсикоз неден болады, жүктілік кезіндегі анализдер, қандай тексеріс өту керек, соның барлығы жазылады осы кітапта. Келесі мен оқыған кітап ол бізде «Гипнороды». Анастасия Иванова автор болып табылады, психолог, гипнолог. Бұл жерде ең бірінші пайдалысы ол босануға деген әйел адамның көз қарасын түзеу. Яғни оны сондай ауыр, сондай қиын, өліп қала жаздайтындай процесс емес, ол табиғи процесс ретінде қабылдауымызға көмектеседі барынша. Себебі біз үшін барлығын табиғат шешіп қойған дейді автордың айтуы бойынша. Бұл жерде тыныс алу практикалары бар, жалпы ойды түзейтін біраз пайдалы ақпарат жазылған. Енді алла жазса, босанған кезде бұл кітаптың маған пайдаға асты ма жоқ па, оны алда біле жатармыз, алла жазса. Бірақ та мен өзімнің жаңағы настрой дейді ғой, настройым бойынша мен өте спокойно настроена. Және соңғы кітап ол Тайна Борая. Бұл кітапты да сіздер барлық жүктілік туралы, жалпы бала тәрбиесі туралы көптеген видеолардан көрген боларсыздар. Мен де бұл кітапты оқыдым, маған өте ұнады. Бірден оқып тастадым, себебі өте оңай тілмен жазылған. Бұл да психология, яғни баланы дүниеге әкелгеннен кейін қандай қарым-қатынасты талап етеді, балаға барынша анасынан қолдау керектігін түсінесің. Жалпы біздің осындай тұлға болып дамуымыздың өзі осы балалық шақтан басталатыны белгілі. Сол себепті балаға әрдайым осындай жүрегінде жылулықпен сақталатын, үлкен сенімділік беретін махаббатты бере алуымыз керек екенін түсінеміз ана ретінде. Бұл кітапты да мен сіздерге кеңес етемін. Жалпы қатты ұзақ видео болғанын қаламадым, пайдалы болды деп ойлаймын сіздерге. Келесі
тағы да қызықты видеолар менен күтсеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Егер де осы кітаптардың арасында біреуін оқыған болсаңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Мен сіздерге өте қуанатын боламын. Барлықтарыңызға соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Біраз ентігіп сөйлеген жерлерім болса, ойланып қалған жерлерім болса, кешірім сұраймын. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі жүздескенше сау саламат.